Алматы қаласында тіс дәрігері өзінің пациентін соққыға жыққан. Жәбірленушінің айтуы бойынша стоматологты сотқа беріп, моральдық шығынды толықтай өндірмек. Оқиға орнынан тілшіміз. Мен Алматыға жұмыс істеп келген адам. Bir кезде өзім санды алып жүрсем, тісім ауырса бола ма? Жеп жатқан тәттім жоқ. Білмеймін ғой, яптықтың тісіне не болып қалған. Тіс ауырғанша одан да бір көзім ойылып қалған дұрыс еді. Көшедегі адамдардан сұрадым. Ең арзан, сосын жақсы істейтін стоматология қақта деп. Анау Радоставта 280-де доктор Оразымбетов деген стоматология бар, соған барса жақсы істеп береді деді. Бәрі айтып отқасын, келдім енді. Кебем ішін Нью-Йорк қылып қойған, ойбай, енді тап таза, жап-жарық, іші андай күшті иіс шығып тұр. Қарасам, ана жерде ана телевизордан қақсап жүрген чиновник отыр екен. Ойбай, ана чиновниктер келетін жер болса, шешемнің құнын сұрайды, ол кезде ала деп тұрмын. Бір қатын шықты, саламатсыз ба ағай деп. Қарындасым түс жұлдырған шауыт деп, 15 мың аға деді. Бұлайша 15 мың нормальный енді түс жұлдырғанға. Енді менің ситуациямда қиындау болып тұр да. Сонымен тұрдым да, ауыртпай ма деп. Жоқ, аға, местный наркоз саламыз ғой деді. Ойбай, япышамайды, 15 мың теңге ақша береміз, местный наркоз салғаныз, маған импортный наркоз салыңдар деп. Ойбай, аға, япышамайды демеңіз, бәріне салып атқан наркоз ғой деді. Айналайым, сен местный наркоз деп тұрсың ғой, өзімізден шығатын наркоз неге қымбат ол? Хотя маған российский наркоз салыңдар деп. Сіз не деп тұрсыз, маған кәдімгі милиция шақырып жіберемін мен дейді. Өзі тісі ауырып тұрған адам нервный болады ғой. Сен не деп тұрсың маған деп жаңа қызды қылқындырыппын. Сөйтіп атқанда жаңа анау доктор Оразымбетов шығып атқан кабинетінен. Бірдеңе шым ете қалды. Бүйтіп оянсам, жаңа доктор Оразымбетов ұрып ұйықтатып тастапты мені. Ойбай, әкел ручкамен қағаз. Мен сендерді соттатамка, арыз жазам. Менің қатынның, ана байғұс енемнің, сосын ана кластасым Гапонның бәрін тісін емдеп бересіңдер деп атып, айнаға қарап қалсам, ауырып тұрған тісімді ұрып сындырып тастапты. Содан кейін бұларға қалай арыз жазасың? Бұлар ұрса да адамды емдеп жүреді екен, айналайындар. Рахмет көп, рахмет айтып жатырмыз сол. Молодец, балдар. Түсінбей қалдық қой, бәрі тез болып кетті, бір түрлі бір нәрсе болып кетті ғой. Сыртқа шығып қалсам, көмекшімді қылқындырып жатыр екен. Ойлап қалдым, мен маньяк па, не бәле деп. Сосын алдымда жаңағы енді түсініп отырық қой. Ағамызға енді моральдық шығын ретінде өмірінің соңына дейін жаңа тісін емдеп беріп, гарантия бойынша емдеп береміз деп келісіп жатырмыз. Бұл ағамның видеоларын қарап отырсам, өмірде өзі көп те қалмаған сияқты ғой. Татьяна Кариесова, Светлана Налетова, ПТК арнасы.